Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай қаттама нанның рецебін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басу, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен видеода көріп тұрғандарыңыздай, таза ыдысымызға 250 мл су құямыз. Суымыз бөлме температурасында, және бір жұмыртқа қосып, үстінен бір шай қасық тұз саламыз. Сосын барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Қаттама нан үйдегі барлық заттардан жасалады. Рецебі өте оңай. Енді осы араластырғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосатын боламыз. Лопаткамен араластырып, барлық ұнымызды саламыз осылай. Сосын қолымызбен біздің жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырды жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Осы орайда көк пияз бен укропты турап дайындап қоямыз. Қамырымыздың иірі жақсы қану үшін тағы да осылай қолымызбен басып 5-10 минутқа алып қоямыз. Дайын болған қамырды екі бөлікке бөліп, дөңгелек етіп, қамырымызды жая берсек болады. Мінекей қамырымызды жайып алдық. Қамырымыз жұқа болып шықты. Енді бетіне ұнымызды сеуіп, бір шетке алып қоятын боламыз. Екінші қамырымызды дәл осылай жаятын боламыз. Екінші қамырымыз жайып алдық. Енді үстінен ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Және де укроп пен көк пиязымызды осылай сеуіп шығып, үстіне екінші қамырымызды жаямыз. Және де тағы да сары майымызды жағып шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осындай бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды рулетик тәрізді осылай орап шығамыз. Біздің қаттамамыз дайын болуға сәл қалды. Дәл осылай рулетиктер жасаймыз. Мінекей менде 6 рулетик шықты. Енді осы рулетиктерімізді жаятын боламыз. Қолмен немесе оқтаумен жайсаңыздар болады. Осылай әр бөлігімізді жайып аламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай қаттамамыз өте әдемі болып шыққан. Дайын болған қаттаманы қызып тұрған пеште 220 градуста 10-15 минут қызарғанша пісіретін боламыз. Мінекей қалған бөлікті мешокқа салып, тоңазытқышта қатырсаңыздар да болады. Мен қалған екеуін қызып тұрған табада бетін жауып, астыңғы беті қызарғасын, екінші бетін пісіріп алдым. Мінекей қаттамамыз дайын болды. Дәл осылай пісірсеңіз де болады, немесе духовкада пісірсеңіз өз еркіңіз. Мен екінші бөлігін дәл осылай тағы да майға осылай пісіріп алдым. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіз болады. Және де қаттамаңыз осындай жып-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.